Сәлем балалар! Бүгін біз теңіздің сырын бірге ашатын боламыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз теңіз әлемі мен балықтардың пайда болуы. Менің атым балықша. Ерте заманда теңізде ештеңе болмаған, тек су мен толқындар. Кейін кішкентай жаратылыстар пайда болды. Олардан алғашқы балықтар шықты. Міне, теңіздің түбі. Мұнда түрлі түсті маржандар өседі. Ерте кезде теңіздер бос еді. Бірақ уақыт өте табиғат өзгеріп, жаңа өмір пайда болды. Міне, алғашқы балықтар пайда болды. Олар теңізге қозғалыс пен шаттық әкелді. Балықтар бірге жүзіп, бір-бірімен дос болды. Достық теңіздегі ең үлкен қуаныш. Мына өсімдіктер теңізді тірі етеді. Олар ауа бөліп, балықтарға өмір сыйлайды. Бұл тропикалық әдемі, әрі ең ежелгі балықтар. Ал мынау әдемі періште балық пен сары хирург балық. Бұл алтын балық пен көбелек балық. Олардың сұлулығы теңізді одан сайын ғажайып етеді. Теңіздер миллиондаған жыл бұрын пайда болды. Адамдар теңізді ерте кезден бастап зерттей бастады. Бүгінде теңіздің тек 5% ғана зерттелген. Қалғаны әлі құпия болып тұр. Теңіздің тереңінде әлі де зерттелмеген су асты тіршілік иелері жетерлік. Ал достар, әрі қарай қызық әлемді зерттеуді жалғастырайық. Акулалар теңізде 400 миллион жыл бұрын пайда болған. Көгілдір кит жер бетіндегі ең үлкен жануар. Оның ұзындығы 30 метрге дейін жетеді. 1000 метр тереңдікте жүзе алады. Олар теңіздің алып батырлары. Планктон теңіздегі ең кішкентай тіршілік иесі. Коралдар ұсақ полиптерден тұрады. Олар басқа балықтарға үй болады. Мынау кішкентай балықтар. Олар күміс сияқты. Медуза теңіз айы деп аталады. Ол мөлдір болып, түнде жарқырайды. Бұл теңіз қорғаушысы. Кішкентай болса да, нағыз батыр сияқты көрінеді. Айдахар балық теңіздің тереңінде өмір сүреді. Оның денесі жарқымен жарқырайды. Бұл дельфиндер. Олар өте ақылды, бір-бірімен дыбыстар арқылы сөйлеседі. Бұл теңіз тасбақасы. Ол миллиондаған жыл бұрын пайда болған. Кейбірі 100 жылдан артық өмір сүреді. Қараңдаршы, бұл шаян. Ол қырмен жүреді, ал тырнақтары оған тамақ табуға және өзін қорғауға көмектеседі. Балалар, бұл ерекше балық. Ол теңіздегі ең жылдам жүзгіштердің бірі. Сағатына 70 шақырымға дейін жүзе алады. Бұл марлин. Ол ұзын тұмсығымен ерекше, және теңізде өте жылдам жүреді. Ал мынау желкенді балық. Оның арқасындағы үлкен қанаты желкен сияқты. Балалар, теңіз тіршіліктің ежелгі мекені. Мұнда жылдар бойы өмір қайнап жатыр. Су асты ерекше құбылыстарға толы. Бұл жерде неше түрлі құпиялар бар. Су асты әлемінде ғажайыптар өте көп. Әр қимыл, әр жарқыл теңіздің шексіз әуені. Теңіз шексіз, ғажап,
тіршілік иелеріне толы әлем. Үлкен әлемде әрбір кішкентай жан иесінің орны бар. Сендермен бірге су астында саяхат жүргізгеніме қуаныштымын. Келесі кездескенше. Кішкентай достар, теңіз бізге сырын ашты. Келесі сапарда қайта жүздесеміз. Қош, аман болыңдар.